Ассалаумағалейкум, сәлем Түркістан. Бүгін бізде жаңа айдар 5-ке 5. 5 сұрақ қоятын боламыз. Бесеуіне де дұрыс жауап берген адамға 5 теңгеден береміз. Бүгінгі тематика Қазақстан тарихы. Түркістан қаласының тұрғындары тарихты қалай білетінін тексеретін боламыз. Олай болса, іске сәт. Есімің? Нұрғазы. Нұрғазы. Бірінші сұрақ қазақтың алғашқы ханы. Керей хан. Екінші сұрақ Қазақстан шектесетін мемлекеттер. Қазақстан шектесетін Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Қытай. Тағы бір мемлекет. Тәжікстан или бір мемлекет па? Тадан келеді. Түркменстан ғой? Иә. Үшінші сұрақ Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі Астана. Қызылорда. Тәуелсіздігі ма? Ақмола облысы. Қате. Алматы. Алматы ма? Рахмет. Жақсы. Есімің? Жанарыс. Жанарыс. Бірінші сұрақ қазақтың алғашқы ханы. Ең алғашқы ханы ол Керей болып саналады. Екінші сұрақ Қазақстан шектесетін мемлекеттер. Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Айтап өтетін болсақ, Ресей, Өзбекстан, Қытай, одан кейін бар, кешіңіз. Енді қалайым жаңа жөліп келген тұғым. Одан кейін бар Қырғызстан, және де ең соңғы мемлекеті өзіміздің көршілес жатқан Ресейді айттым. Мен айттым. Қазір біреу Маңғыстау облысы шектеседі. Маңғыстау облысынан батыс жақтан алатын болса, онда немес пе? Түркия? Қай кешіңізілейік? Дұрыс, басын дұрыс бастадың, соңын айтшы. Келесі сұрақты өсек болған. Түркменстан. Үшінші сұрақ Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі Астана. Ең ол кезде бізде Алматы болған болатын, 98 жылы бізге Астана қаласын өзгерген болатын. Ал 2019 жылы Нұрсұлтан қаласы өте өзгерген болатын. Әдемі. Төртінші сұрақ Түркістаннан шыққан Олимпиада чемпионы. Бекзат Саттарханов. Соңғы сұрақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі нешінші ғасырда салынды? Ол нақты айтатын болсақ 1397 жылы салынған болатын, ал 1399 жылы тайқазан құрылған болатын. Яғни жылмен айтатын болса ол 14 ғасырда. Керемет. Осындай керемет білім жастар бар бізде. Есімдерің? Сандуғаш Аружан. Бірінші сұрақ қазақтың алғашқы ханы. Керей хан. Екінші сұрақ Қазақстан шектесетін мемлекеттер. Алматы. Басына. Россия. Қытай. Ұлыбритания. Айта тұрсын. Болды, білмеймін ба? Жоқ, шектесетін мемлекеттер солтүстікте Ресеймен, шығыста Қытаймен, оңтүстігінде Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстанмен шектеседі. Төртінші сұрақ Түркістан, үшінші сұрақ Қазақстан тәуелсіздігін 91 жылы алған кездегі астанамыз. Андай жоқ па? Бірінші жауап мынандай, екінші жауап осындай. Екі жауап болсын. А жауабы Алматы, Б жауабы Қызылорда, С жауабы Ақмола. Ақмола. Қызылорда деп ойлаймын. Ақмола. Тоқсап өзі деді Алматы қаласы. Алматы. Төртінші сұрақ Түркістаннан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы. Жаңандай. Бекзат Саттарханов. Дұрыс. Соңғы сұрақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қашан салынды? Ғасыр, жыл бәрібір. Жаңағыдай. 14-ші ғасыр, 15-ші ғасыр, 13-ші ғасыр. 14. Дұрыс. Рахмет, жақсы қыздар қатысқандарыңа. Есіміңіз? Алишер. Бірінші сұрақ қазақ хандығының алғашқы ханы. Керей. Дұрыс. Екінші сұрақ Қазақстан шектесетін елдер. Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей. Жоғарыда мияқта кім еді? Китай. Бесіншісі. Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей. 5 мемлекетпен шектеседі. 5 мемлекетпен Түркменстан. Үшінші сұрақ Қазақстан тәуелсіздігін алған жыл 91 жыл алды, сол кездегі Астана. 91-дегі Астана. Ақмола емес пе, да? Қате. Алматы. Алматы. Рахмет, қатысқаныңызға. Есіміңіз? Ердос. Бірінші сұрақ қазақ хандығының алғашқы ханы. Керей мен Жәнібек. Дұрыс. Екінші сұрақ Қазақстан шектесетін мемлекеттер. 5 елмен шектеседі, оны нақты айтып бере алмаймын, бірақ. 5 елмен шектеседі дейсіз,
Жарайды. Үшінші сұрақ, Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі астана. Алматы. Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ, Түркістан қаласынан шыққан олимпиада чемпионы. Бекзат Саттарханов. Дұрыс. Соңғы сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда салынды? Әмір Темір салған білем, бірақ қай ғасырда білмеймін оны. Білмедім нақты. Есіміңіз? Эльмира. Эльмира. Сізге бірінші сұрақ, қазақтың алғашқы ханы. Алғашқы хан Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ, Қазақстан шектесетін мемлекеттер. Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Қытай, Түркменстан. Дұрыс. Үшінші сұрақ, Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі астана. Алған кездегі астана Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ, Түркістаннан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы. Бекзат Саттарханов. Бесінші сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі нешінші ғасырда, немесе нешінші жылы? 14 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен салынған. Өте керемет. Барлығына керемет жауап бердіңіз. Рахмет сізге. Есімдерің? Нұрасыл, Оразәлі. Оразәлі. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар. Керей мен Жәнібек. Дұрыс. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Атап берсеңдер. Ресей, Түркменстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай. Дұрыс. Үшінші сұрақ, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алды. Сол кездегі астана? Ақмола. Алматы. Болды. 97-те Ақмола көшірілді. Төртінші сұрақ, Түркістаннан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы? Бекзат Саттарханов. Бекзат Саттарханов. Иә. Бесінші сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда салынды? 14. Дұрыс. Бірақ жаңағы сұрақ қате болып қалды. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар. Тәуке хан. Екі хан. Тәуке хан емес? Білмейсіз ба? Есімде таппай жатырмын. Есімдерің? Шерхан. Бағдәулет. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар? Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Атап берсеңдер. Тәжікстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, сосын Өзбекстан. Тәжікстан қате, Түркменстан. Үшінші сұрақ, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алды. Сол кездегі астанамыз. Алматы ма? Дұрыс. Төртінші сұрақ, Түркістан қаласынан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы. Бекзат Саттарханов. Дұрыс. Соңғы сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі салынған жылдар. 1397. Қателестіңдер, болды. 97, 3 жыл деп айтып тұрмын ғой мен подсказканы. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар. Керей мен Жәнібек. Дұрыс. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Сол 5 мемлекет атап берсеңдер. Ресей, Түркменстан, Қырғызстан, Қытай, Өзбекстан. Дұрыс. Үшінші сұрақ, Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы алды. Сол кезде Қазақстанның астанасы? Алматы. Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ, Түркістан қаласынан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы? Бекзат Саттарханов. Бекзат Саттарханов. Соңғы сұрақ, Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі салынған жылдар? 1363 па сондай? 1390. Естен шығып тұр. Ғасыры ше, ғасыры? Ғасыры Қате. 14-ші ғасыр. Жопты. Жақсы, рахмет жігіттер. Есімің? Қалмақан Бекқали болады. Қалмақан Бекқали. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар? Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Атап берсең. 5 мемлекетпен Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай, Россия, сосын Содан келеді? Түркменстан. Дұрыс. Үшінші сұрақ, Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы алды. Сол кездегі Қазақстанның астанасы? Ақмола. Алматы. Ақмолаға 97-те көшірілді. Төртінші сұрақ, Түркістаннан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы? Түркістаннан шыққан? Бекзат Саттарханов. Дұрыс. Соңғы сұрақ, Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда, не қай жылдары салынды? 14-ші ғасырда 1360. Жылын айтты, болды. Ғасырын жауап берсең болды. Дұрыс, болды. Бірақ үшінші сұрағың қате болып қалды. Жақсы. Есімдеріңіз? Арай. Әсем. Ақмарал. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар? Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Атап берсеңіздер. Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей, Қытай. Бір мемлекет қатып кетті. Табіреу. Ойбай. Табіреу бар ғой. Тоже оңтүстікте Маңғыстау облысы арқылы шектеседі. Түркменстан. Дұрыс, Түркменстан. Үшінші сұрақ, Қазақстан тәуелсіздігін 1991 жылы алған кездегі Қазақстанның астанасы? Ақмола. Жоқ, Ақмола емес. Айтам, guys. Келіңіз. Жоқ, Ақмола емес. Алматы емес, е?
Алматы емес. Нақты жауап керек. Мен айтпаймын сіздерге. Ё-моё, бір атты айтып еді ғой. Бірінші. Орынбор. 1991 жылы тәуелсіздік алған кездегі Астана деген сұрақ. Алматы емес пе? Алматы. Алматы. 4-ші сұрақ Түркістаннан шыққан Олимпиада чемпионы. Бекзат Саттарханов. Бекзат Саттарханов. Соңғы сұрақ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай жылы? Жылын айтсаңыз болады. Қай ғасыр? Ғасырын айтсаңыз болады. Салынған уақыты. Қай ғасыр? Бір айтып көріңіздер. 16 ғасыр. Не сұрақ қойылады? Яссауи қай жылы кесенесі құрылды? Жоқ, сұрау болмайды. Айтасаң, жауабыңызды айтыңызшы, бір жауап айтыңызшы. 17-ші ғасыр. Сіз? 9-ші ғасырда. 14-ші ғасырда 1397-1399 жылдар аралығында. Рахмет қатысқандарыңызға. Жақсы. Есімдерің? Еркебұлан. Алинұр болады. Алинұр. Бірінші сұрақ Қазақ хандығын құрған хандар. Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Соларды атап берсеңдер. Россия и қазір айтамын, Өзбекстан, Қырғызстан и Түркменстан и қанша болды? 4-еу болды. Монғолиямен шектеспейді. Тәжікстан емес па? Бір туған. Өзбекстан, Қырғызстан, Россия, Түркменстан. Шығыста. Қазір айтамын, Қытай. Үшінші сұрақ 1991 жылы тәуелсіздігін Қазақстан алған кездегі астанамыз? Ақмола. Жоқ болды. Тәуелсіздігін алған. Алматы емес па? Жоқ, тұра тұр. Нақты жауап айтсаңдар. Тәуелсіздігін алған астана. 91 жылы. Ақмола ғой. Алматы қаласы. Төртінші сұрақ Түркістаннан шыққан Сидней Олимпиадасының чемпионы. Бекзат Саттарханов. Дұрыс. Соңғы сұрақ Түркістан қаласында орналасқан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда, не болмаса қай жылы салынды? 1492 или 1491 жылы Әмір Темір ма салдырды ғой. 1400 жылдары ғой сол. 1397, 1399, 14-ші ғасырда. Жақсы, рахмет қатысқандарыңа. Самал. Бірінші сұрақ Қазақ хандығын құрған хандар? Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Атап берсеңіз. Білмеймін. Оны білмейсіз. Солтүстігінде Ресей, шығысында Қытай, оңтүстігінде Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан. Үшінші сұрақ 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі Қазақстанның астанасы? Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ Түркістаннан шыққан Сидней Олимпиадасының чемпионы? Білмеймін. Боксшы. Бекзат Саттарханов. Дұрыс. Бесінші сұрақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда, не болмаса қай жылы салынған айтсаңыз? Оны білмеймін. 14-ші ғасыр 1397-1399 жылдары. Рахмет қатысқаныңызға. Есімің? Алмас. Бірінші сұрақ Қазақ хандығын құрған хандар? Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі, соны атап берсең. Өзбекстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Түркменстан. Дұрыс. Үшінші сұрақ 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі Қазақстанның астанасы? Қызылорда. Алматы. Төртінші сұрақ Түркістаннан шыққан Сидней Олимпиадасының чемпионы? Бекзат Саттарханов. Соңғы сұрақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда, не болмаса қай жылы салынды? Ұйықтадың ғой. Білмейсің ба? 14-ші ғасыр 1397-1399 жылдар. Жақсы, рахмет. Есімің? Бекболат. Бірінші сұрақ Қазақ хандығын құрған хандар? Қазақ хандығын құрған хандар Керей мен Жәнібек хандар. Дұрыс. Екінші сұрақ Қазақстан шектесетін мемлекеттер? 5 мемлекет. 5 мемлекет. Қытай, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей. Әзербайжан емес? Не? Тыдан келеді. Қырғызстан? Қырғызстан айттым ғой. Тыдан келеді. Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан. Үшінші сұрақ Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі 1991 жылы астанамыз? Ақмола. 91 жылы. Алматы. Қызылорда болды ма? Төртінші сұрақ Түркістан қаласынан шыққан Сидней Олимпиадасының чемпионы? Бекзат Саттарханов. Соңғы сұрақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі нешінші ғасырда салынды? 18-ші ғасыр.
14 ғасыр. Жақсы, атсаңыз рахмет. Есіміңіз? Арайлым. Арайлым. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар. Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі, атап берсеңіз. Қырғызстан, Қытай, Тәжікстан, Өзбекстан, Моңғолия. Солтүстікте қақпет. Қытай. Ресей және Түркменстан. Яғни Тәжікстан жоқ. Үшінші сұрақ, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі Қазақстанның астанасы. Ақмола. 91 жылы Алматы болды, 97-де Ақмолаға көшті. Төртінші сұрақ, Түркістан қаласынан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы. Боксшы. 2000 жылғы Сидней олимпиадасы. Бекзат Саттархан. Бесінші сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі нешінші ғасырда салынды? Қай ғасыр еді? Жылын ғасырын бәрі қайсысын айтсаңыз өзіңіз. 5-ші ғасыр. 14-ші ғасырда салынды. Жақсы, рахмет. Есіміңіз аға? Дастан. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар. Керей Жәнібек. Дұрыс. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі, атап берсеңіз. Қазақстан, Өзбекстан, Қытай, Ресей, Қырғыз, немен Иранмен де шектеседі, Каспий арқылы. Жоқ, құрлықта шектеседі, Маңғыстау облысы арқылы. Түркмен, дұрыс. Үшінші сұрақ, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі астанамыз. 91 жыл ма, Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ, Түркістаннан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы. Бекзат Саттархан. Соңғы сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі нешінші ғасырда салынды? Жылын айтсаңыз да болады. 14-ші ғасырда. Дұрыс. Құтты болсын аға. 500 теңге ма? Иә. 500 теңге ұтып алдым. Есіміңіз? Алия. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар. Керей мен Жәнібек. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі. Соларды атап берсеңіз. 5 мемлекетпен Қытай, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей. Бірақ Түркия емес, Түркменстан. Үшінші сұрақ, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі астанамыз. 91 жылы. Астана болды. Қызылорда еді. Жауабыңыз? Астана. Алматы қаласы болатын. 97 жылы Ақмолаға көшіріліп, 98-ден бастап Астана атылды. Төртінші сұрақ, Түркістаннан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы. Оны білмедім. Боксер. Түркістан десе бір ғана боксер елестейді, сол есім. Бекзат Саттарханов. Бесінші сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі нешінші ғасырда, не болмаса қай жылы салынған айтсаңыз? 8-10. 1397-1399, 14-ші ғасырда. Қатысыңызға рахмет. Жақсы. Есімдеріңіз? Диора. Бірінші сұрақ, қазақ хандығын құрған хандар. Жәнібек пен Керей. Дұрыс. Екінші сұрақ, Қазақстан 5 мемлекетпен шектеседі, атап берсеңіздер. Қытай, Ресей, Үндістан. Жоқ, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия. Осы болды. Түркия емес, Түркменстан. Болды. Дұрыс. Үшінші сұрақ, 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алды. Сол кездегі Астана. Сол. Алматы, қазіргі Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ, Түркістаннан шыққан Сидней олимпиадасының чемпионы. Боксшы. Бекзат Саттархан. Дұрыс. Соңғы сұрақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай жылы салынды, немесе қай ғасырда? Орта ғасырда салынды ғой. Ғасырын айту керек. Ғасырын. Или жылын айтыңыздар. Жоқ. Орта ғасырда болса, ол, по-моему, 17-18 ба? 16 ғасырда ма? Жоқ, 15 ба? 14-ші ғасырда салынды. Жақсы ғасыр. Болды, рахмет қатысқандарыңызға. 5 сұрақтың 4-еуі дұрыс болды. Есімдеріңіз? Жолдас. Сәкен. Бірінші сұрақ, қазақ хандығының алғашқы хандары. Абылай хан, Керей хан, Жәнібек хан. Керей хан, Жәнібек хан дұрыс. Екінші сұрақ, Қазақстан шектесетін мемлекеттер. Шекарадас мемлекеттер ма? Север Россия, шығысында Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан. Дұрыс. Үшінші сұрақ, Қазақстан тәуелсіздігін 1991 алған кездегі астанамыз. Қызылорда или Алматы? Оренбург біріншісі болған.
Қызылорда екіншісі. Отырар емес. Жоқ, Подсказание жоқ па не андай жеңілдіктер? А вариант, Б вариант. Бірақ жаңағы жауап берген біреу дұрыс. Қызылорда мен Алматының біреуі ма? Иә. Алматы шығар, Алматы болу керек. Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ Түркістаннан шыққан Сидней Олимпиадасының чемпионы. Бекзат Саттарханов. Иә. Соңғы сұрақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі нешінші ғасырда салынды? 1397 жыл салынған, ішіндегі тай қазан 99 жыл салынған. Дұрыс. Аңыз аға, рахмет. Иә, жақсы, аха, болды. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Есіміңіз аға? Әділхан. Әділхан. Бірінші сұрақ Қазақстанның алғашқы ханы. Қазақстанның алғашқы ханы. Қазақ хандығының. Қазақ ханы. Екінші сұрақ біріншісінің жауабы Керей мен Жәнібек. Алғашқы хан Керей. Екінші сұрақ Қазақстан шектесетін мемлекеттер. Шектесетін. Көрші. Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, сосын. Солтүстікте. Міне аға, Россия. Сосын оңтүстікте бір мемлекет қалып кетті. Маңғыстау облыс шектеседі. Газы бар. Айтыңыз. Түркмен ба? Иә, Түркменстан. Үшінші сұрақ 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған кездегі астанамыз қай қала? Алматы. Дұрыс. Төртінші сұрақ Түркістаннан шыққан Сидней Олимпиадасының чемпионы. Бекзат Саттархан. Соңғы сұрақ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай ғасырда салынды? Білмедім. 1397-1399 жылдары 14-ші ғасырда салынды. Аға, рахмет аға, қатысқаныңызға.